Достар, бүгін екі белгі талқылаймыз. Тоқтауға болмайды және тоқтап тұруға болмайды. Сіздер дайынсыздар ма? Біз бастаймыз. Бірінші белгіміз тоқтауға болмайды. Біз белгіні өткенсің келесі қиылысқа дейін тоқтауымызға болмайды екен, достар. Сонда біз белгінің алдында тоқтай аламыз және қарама-қарсы бағытта тоқтаймыз. Жүріс бағыты бойынша келесі қиылысқа дейін тоқтамайсыздар. Келесі белгіміз тоқтап тұруға тыйым салынады. Бұл белгіде сіздер өткенсің келесі қиылысқа дейін 5 минутқа дейін тұруыңызға болады. Бірақ 5 минуттан жоғары тұруыңызға тыйым салынады. Сіз белгінің алдында және қарама-қарсы бағытта 5 минуттан жоғары тұруыңызға рұқсат етіледі. Тыйым салу белгілері бізде келесі қиылысқа дейін қолданылады екен. Сонда біз осы белгіден бастап қиылысқа дейін тоқтауымызға болмайды. Қиылыстан өткенсін уже тоқтауымызға рұқсат етіледі. Достар, егер де бізде қиылыс мүлдем болмаса, онда бұл белгіміз осы екі белгіге дейін қолданылады екен. Елді мекеннің аяқталуы немесе елді мекеннің басталуына дейін. Достар, бізде тыйым салу белгісі қандай қашықтыққа дейін қолданылады? Егер де бірінші қиылыс болмаса, онда ол бізде осы екі белгіге дейін қолданылады екен. Мысалы, елді мекеннің аяқталуы және басталуы. Егер де бұл екі белгі болмаса, онда бізде барлық шектеулер аймағының аяқталуы деген белгіге дейін қолданылады. Осы белгіні өткенсін сіздер уже тоқтауыңызға рұқсат етіледі. Егер де сіздерге бұл ақпарат ұнаса, тіркелуді және лайкты басып, комментария жазуды ұмытпаймыз, достар.